Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін, ортасында осындай шоколады бар американский панкейктердің рецептімен бөліспекшімін. Менің арнамдағы әр жаңа видеоны өткізіп алмас үшін колокольчиктің үстін басып, тіркеліп алыңыздар. Таза ыдысқа осындай бір штук жұмыртқамызды салып, оның үстіне қант ұнтағын салдым. Негізі кәдімгі қантты салсаңыздар да болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Бірақ қант ұнтағы тез ериді, сол себепті мен қант ұнтағын салдым. Осылай венчикпен немесе миксермен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне күнбағыс майын құямыз, және де осындай айранның үстіне мен ас содасы мен ванилинді салып, жақсылап араластырып барып, жаңағы біздің алдын ала дайындап алған массамызға құйдым. Дәл осылай жасасаңыздар, сіздердің панкейктеріңіз өте әдемі болып, пышный болып көтерілетін болады. Мен негізі алдында осы панкейктерді сүтпен жасап көрген болатынмын. Сүтпен маған қатты ұнамады. Онша көтерілмей, кәдімгі блины сияқты болып қалды. Енді оның үстіне мен осындай жарты пиала ыстық, яғни қайнаған суды құйып, тез-тез осылай араластырып алдым. Енді осы массамыздың үстіне қажетінше ұнымызды салып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршіктері қалмауы қажет. Егер сіздердің айрандарыңыз бөлме температурасында жылы болатын болса, қайнаған су қосудың қажеті жоқ. Ал менде айран холодильникте, яғни мұздай болғандықтан, мен осылай ыстық судан кішкене қосып жібердім. Дәл осы рецептпен бірден жасағаннан әдемі шығатын болғандықтан, сіздерге осы рецепт бойынша видео түсіруді жөн санадым. Міне жақсылап араластырып алдық. Осы сұйықтығы да дәл осы видеодағыдай болуы қажет. Енді қызып тұрған табамызға қасықтың көмегімен осылай салып аламыз, және де өзіміз қолымызбен дөңгелекше жасаймыз. Оның үстіне мен осындай нутелла шоколадын салдым. Негізі кәдімгі 4 бұрыш шоколадты салсаңыздар да болады. Оның үстін аздап қана осылай жауып қоямыз. Бетіне көпіршіктері шығып, сәл құрғаған кезде келесі бетіне осылай аударатын боламыз. Әсіресе үйде кішкентай балалар болса, оларға дәл осылай шоколад қосып жасаған өте қатты ұнайды. Біздің отбасымызға бірден ұнады. Қазір мен күн ара осы панкейктерді таңғы асқа өзім жасаймын. Отбасымызбен өте жақсы сүйсініп жейміз. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай жасалады. Өз қалауларыңыз бойынша кез келген жемістермен әсемдесеңіздер болады. Мен осындай банан және шиемен әсемдеп, аздап бал осылай септім. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.